Менің нағашы атам Бегазиев Жұмат 1912 жылы 16 қаңтарда Жамбыл облысы Қордай ауданы Қақпатас ауылында дүниеге келді. Ол 1918 жылы 6 жасында мектепке барды. Ол көптеген тілді білетін. Мысалы, араб, парсы, түрік, қырғыз, өзбек, орыс. 1922 жылдан бастап Совет мектебінде оқыды. Ахмет Байтұрсынов грамматикасымен оқыған еді. 7 сыныпты бітіріп агрономның оқуына түсті. 1932 жылы Фрунзедегі сельхоз институтының механика факультетіне түсті. Ол механика факультетінде тек 5 ай ғана оқыды. Себебі қыс айында ашаршылық басталды. 1939 жылы 17 қарашадан бастап 1941 жылға дейін офицер мектебінде болдым. 1941 жылы соғыс басталғанда Власов Алексей армиясында Мұстафа Шоқаймен бірге болдым. Атамыз көп өлең жазатын, көптеген айтыстарға қатысып жүлделі орындарды алатын. Оның 2006 жылы «Өмір өткелдері» деген кітабы шықты. Бегазиев Жұмат атам 95-ке келіп өмірден өтті. Мен өз атаммен мақтан тұтам.